Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ассорти компот әзірлейміз. Кастрюльге 5 литр суды құйып, оған 1 килограмм қантты салып, сироп қайнатып алдым. Сиробым қайнағанша банкілерімді, қақпақтарымды стерилизовать етіп алдым. Ол өте маңызды. Жемістерімді жуып, дайындап қойдым. Менде өрік, алма және шие. Алманы ортасынан бөліп, тазалап, осындай бөлшектерге бөлдім. Өрікті де дәндерінен тазалап алдым. Банкіге жемістерді өстіп кезекпен салып шығамыз. Жемістерді өз қалауыңызша, сезонына қарай ауыстырсаңыз болады. Бәрін салып болғаннан кейін сиробымызды құйып, қақпақтарын жауып қоямыз. Енді банка жапқышпен ауыздарын жақсылап, өстіп жабамыз. Суы тамшылап қалмауы керек, ол маңызды. Банкілерімізді өстіп төңкеріп, суығанша көрпенің астына жауып қоямыз. Түсі де, дәмі де өте керемет шығатын компоттарымыз дайын.